Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз натурал санды натурал санға бөлу, содан кейін одан ондық бөлшек алып үйренеміз. Бүгін кішкентай санды бірінші үлкен санға бөліп көрейік. Яғни баған түрінде жазайық. 20 бөлу дейміз 25. Осылай жазып қоямыз. Енді 20-ның ішінде 25 неше рет бар? 20-ның ішінде 25 қайталанбайды, себебі 25 үлкенірек. 0 деп жазып қоямыз. 0-ді 25-ке көбейтемін де 0 деп мында жазып қоямын. 20 мен 0-ді азайтсам 20. Енді қайтадан ары қарай бөлсем дұрыс болмайды. Сондықтан 0 деп жаза беруге көшеді. Сондықтан біз нәрден 0 түсіруіміз керек. Ештеңе жоқ. Бірақ бұл жерде 0 бар екенін түсінеміз. Себебі 20 деген санымыз ол 20 бүтін өттір немесе 0,000 деп кете береді. Шексіз кете береді. Сондықтан біз есімізде болу керек. Мына жерде 0, ары қарай 0 бар дегенді білдіреді. Мына 0-ді түсіруге болады. Сонда 200 болып кетеді 20-мыз. 200-ден 25-ке бөлуіміз керек. Бірақ та біз көріп тұрмыз, бұл үтірден кейінгі сан, сондықтан үтірді жауабына қойып қояйық, ұмыт кетпей. 225 екеуін бөлсек 8 болады. 8 25-ке көбейтсем 0 4 ойда, 8-ді 2-ге көбейтсем 16, қосу 4 20 болады. Азайтамын екеуін. Сонда 200-ден 200 азайтсам 0 болады. Жауабы бітті. 0,8 жауабы болады екен. Өйстіп жазып қоямыз. Болды. Енді керісінше үлкен санды кішірек санға бөлейік. 67-ні 5-ке бөлгенде оны да баған түрінде жазып шығарайық. 67 бөлу дейік, келесі 5 дейік. Енді 67-ні 5-ке бөле салуға болмайды. Бірінші 6-дан алуға болады. 6-ны 5-ке бөлсек, 6-ның ішінде 5 бір рет қайталанады. 5-ті 1-ге көбейтемін, 5, азайтамын. Сосын 6-дан 5-ті азайтсам 1 болады. 1 5-ке жетпейді. Сондықтан біз мына 7-ні түсіреміз. Сонда 1 емес, енді 17 болады. 17-ні 5-ке бөлсем, 17-ның ішінде 5 3 рет бар. Сонда 3-ті 5-ке көбейтсем 15 болады екен. Азайту. 7-тен 5-ті азайтсам 2, 1-ден 1-ді азайтсам 0. Сонда 2 дейді. 2 мен 5. 2 5-ке бөлінбейді. Сондықтан біз қайтадан көзімізге елестетуіміз керек. 67 дегеніміз ол 67 үтір 0, 0, 0, 0 және тағы да басқа. Шексіз 0. Сондықтан мына жерде 0 бар деп елестетіңіздер. Сол 0 мұнда түсу керек. Сонда бұл жерде 2 емес 20 болып кетеді. Үтірден кейінгі санды алып отырғандықтан мына жерге де үтір қойып қоямыз да, енді 20-ны 5-ке бөлгенде 4 шығатынын естіп жазып қоямыз. 4-ті 5-ке көбейтемін. 20 азайтамын. 20-дан 20-ны азайтсақ 0 болады. Сонда жауабы 13 бүтін 10-нан 4 екен. Осылай. Оңай, е?